Мына қарапайым халық қандай машинамен жүрейін деп едім де, мысалы мынандай ремдер апарзан тұрады. Теңгеге аударсаң 3 миллион 4 миллион теңгеге шығады осындай 5 объем. Осы 13-14 жылғы ремдер. Мысалы Канадада қарапайым халық пикап айдайды көбісі. Пикап себебі көп несі бар, жаңа пайдасы бар машина. Міне қарап отырсаңыз, пикап көп жеңіл машинадан қарағанда. Мынау кәдімгі заправка, жұмысшылар айдайтын машина пикап. Сосын пикаптың мощный түрлері де кішкене 5-7 объем, міне туындыралар тұр, қайықтарын сүйреп демалуға баратыр. Сонда бізде бүйтіп қайықпен кетсең, бұл рыбақыраны ұстап алады, сені бракаш дейді. Немесе сондай бір ең бай адам айдау мүмкін да бізде. Осылай прицеппен, пикаппен қайық сүйреп. Канада бұл қарапайым кәдімгі пенсионерлер машиналары. Мынау қайықпен жүретін пенсионерлер көбісі несінде пенсиясында отпускке шығады. Сосын мынандай семьямен демалатынға, квадроцикл сүйреуге жақсы пикаптер. Жалпы пикап көп жұмыс бітіреді. Қазақстанда қалтасы жетпейтін себебі қазақтың пошлина бар. Білмеймін, вазимый пошлина дейді ғой, объем үлкен ғой, 5-7 ғой көбісі. Жақсы пикаптардың объемы үлкен болады. Соған үкімет 2 есе налог қойып тастаған. Айдамасын деп, халық жұмыс істемесін деп. Ал пикап деген жұмыскер адамның машинасы. Мұнда тиын тұрады. Машинде тиын тұрады, пошлина жоқ. Дүнияда арзандау кішкене, себебі пошлина төлемейсің ғой, кіре берсе. Міне мысалға, ана пикап үйін сүйреп алып кетті, ар жағында заправка. Көресіз. Вагончик сияқты үйі бар ғой, соны кемпинг дейді, соны ішіне жатады. Менің ойымша, пошлинаның бәрін алып тастау керек. Қазақтарда дұрыс машина міну керек. Осындай машиналар, тундыралар сияқты міну керек.